Мика секрет. Түсіп тұрсың ба? Иә. Қара. Тоқтай тұр. Телефон зарядкасы өшіп қалды. Кән, зарядкам ұзаққа жетеді деп бақылатын кен? Ой, жаңа ғана толып тұрған еді. Берші кән. Үйден шығады зарядкаға қошық қойсын ба? Ой, біздің үйде свет өшіп қалды. Өлі, бәрінің үйінде свет жанып тұр, тек сенің ғана үйінде өшеді екен. Біздің үйде сондай. Ай, өтірікші. Дәл керек кезінде ағам да соткымды мектепке алып кеткенін айт. О, қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Ерік, телефоныңды бере тұршы. Біздің телефон зарядкасы өліп қалды. Қысқасы, Ерік, біз тиктокқа видео түсірейін едік, бірақ үлгермей қалдық, зарядка өліп қалды. Сотын бере тұршы. Жігіттер, телефон берсем берейін. Менде тикток жоқ. Құмаш. Өтірік айтпай қойшы, бар ғой сенде тикток. Жоқ деймін. Инстаграм ше? Ол не ол? Ондай да жоқ. Бір сөзбен айтқанда дым қызық емес десе. Бір. Үш. Мен атсай деймін саған не? Шөп тақса біреу отыр. Давай. Ат несіз? Кука. Ол не дейсіңдер? Мен видеоға түсіріп жүрші. Болтай сөзі тұра бер. Сен алдан жүрші. Давай, еңки. Еңки. Яғым. Жатып жүре берсей деймін саған не? Неге? Жатып жүре бер. Яғым. Жүре берсей. Мен өлген ән саған. Маша қайдағын айта берім, өлген жоқ. Ой, мен де өлдім е. Не деп қойдың өзің? Ей, шындысың ба, неге жерде жатсың? Енді өзің ғой. Біресе еңке біресе жерге жат деп қойдым. Мен саған жағын видеоға түсірші деп едім. Жұта мен телефонға айтып жатыр ғой. Ой, мен қайдан білейін? Ой. Мә, ая, шашым дұрыста сайшы. Сымбат, сен де аяғың дұрыста. Болды, бастайым. 1, 2, 3. Қыздар, мына видеоны қараңдаршы. Вообще тема шықты. Содан соң мен оператор отбока деп белгілеп қоясыңдар ғой, а? Кән көрейікші. Фу, мен түрім жаман болып қалған ғой. Басынан түсірікші. Ой, қойш, мен қалай түссем де әдем шығам ғой. Қойш, несі бар? Әдем-ақ болып тұрсыңдар ғой екеуінде. Я соны айтам. Қазір тез салып қоймасақ, активностымыз түсіп кетеді. Ой, бұны миллиондаған қанша адам көреді ғой. Мен түрім жаман болып қалғанын қаламайын. Өздерің білесіңдер, маған бәрібір. Басынан түсіреміз кеттік. 1, 2. Бірден айтпайсың ба видеоға түсірші деп? Айттық қой. Бірақ оны видеоға түсіріп, не қыласың? Әлеуметтік желіге салып, спортсмен бала деп тиктоктан, инстаграмда хит боламын ғой. Сен тренировкасы деген өзің үшін емес, хит болу үшін саласың ба не? Енді бәрі сөйтіп таныл болғансын, мен де салғам ғой. Мен сен түсіндім. Как раз сен ойындағы видео тикток келе бар. Жүр. Болды, сенің уақытың бітті, енді менің кезегім. Сәл күте тұр, ең қызық жеріне келіп қалдым. Ой, қайдағы қызық жер? Мама екеуін кезек-кезек пайдалан деп айтты ғой, сол үшін бер маған телефонды. Қылқылды бермей ары баршы. Бер телефонды. Мен кезегім. Бермеймін. Қыздар, жігіттер, Еріктің телефонда не тикток, не инстаграм жоқ. Телефоны калькулятор. Ондай адамдар әлі бар ма? Қыздар, тиктокта бірге түсірейікші, біздің сотканы зарядкасы өшіп қалды. Бере тұршы. Мына соткамен сүйек десек, мынаның ішінде не тикток, не инстаграм жоқ қой. Ая, осы сенде қанша подписчик болды? Енді ғана 82 мың болды. Мәссаған. Рахат қой мынау. А давайте бәріміз бірге түсіреміз. Значит, сендерді бүкіл қала таниды дейсіз. Я, солай десек те болады. Ол енді видеоны түсіруге де байланысты. Мен видеоны агон қылып түсірем ғой. Бер деген соң, берсен телефонды. Вообще бермеймін, өзім ойнайым. Мен өзім ойнайым, телефонды. Бер маған. Балалар, екеуің бауыр бола тұра, осы бір жаны жоқ затқа сонша таласасыңдар. Диана, сен үлкенсің ғой, әпкесі болып қоя салсаң болмай ма? Сен үлкенді сыйласаң болмай ма? Өзі ғой бірінші бастаған. Тыныш. Екеуің кезектесіп ойнамасаңдар, әкелеріңе ескертем. Әкел. Анашым, бізді бұлай ұрыспасын десеңіз, әркімге жеке-жеке телефон алып беріңізші. Оны уақытысында көрем, балам. Әзірге аулаға шығып ойнаймыз. Тез. Қыздар жігіттер, қалайсыңдар? Қыздар жігіттер, ауылдан келген бөлеме көмектесіп жүріңдер. Инстада жұлдыз болғысы келеді. Біз әлі өзіміздің видеомызды түсірген жоқпыз.
Я бәрі қабаттасып кетті ғой. Егер калькулятор керек болса, ерік те бар. Құмаш, қандай калькулятор? Берші телефон сен. Міне. Мына таза мық телефон ғой. Фрифайрда шамабайсың ба? Мен оны не істеймін? Ондай заттарға уақытым да жоқ мен. Ойбай, не істейсің сонда бос уақытында? Мектепке барам, бөлмемді жинайым, гитара үйірмесіне қатысам, кешке кітап оқимын. Күнделікті осы тірлік қой. Ойбай, сен тас ғасырында өмір сүрсең де ішің піспайды екен ғой. Неге? Мен де соткамды пайдаланам. Өзіме керек заттарды камераға, фотоға түсіріп алам. Мә, қыздар, жігіттер, қазір ғана TikTokқа жаңа видео салдым. Өтініш, лайк бас, комментарий жазып кетіңдерші. Мен баса салайын. Беке, менде сен ұстап тұрған жоқ. Сендер де ұстап тұрма? Жоқ. Менде лайк басылмай жатыр. Мынаны қараңдар, 24 сағат интернет болмайды дейді. Кім тартып аласың ем ғой? Интернетке болай шоламайтын жарсыңдар. Жүріңдер одан да ойын ойнайық. Қандай ойын? Қызыл ту деген өте қызық ойын бар. Соны ойнайық. Айттым ғой, ерік атам замандағы ойындарды айтады деп. Я, мен білем, бұл ойынды ауылда ойнайтын. Қызық ойын. Давай кет, бәріміз ойнаймыз. Не істеп жатсыңдар, достар? Ерік бізге қызыл ту деген ойын үйретейін деп жатыр. Соны ойнайын деп жатырмыз. Бізде ойнасақ бола ма? Әрине. Әрине ойнайық. Қой, мен атам замандағы ойынды ойнамаймын. Мен де бұл ойынды ойнамаймын. Онда жүріңдер, өзіміз ойнайық. Кеттік ойнаймыз. Кет. Ерік, артында тұр, абайла. Жана балдармен бар ойнау керек еді. Не айтқың кеп тұр сонымен? Давай. Қаш. Қыздар, жігіттер, мен бір жерге кетуім керек еді. Ерік, ой, не енді қызып атыр еді ғой? Қайқа барасың? Тағы 20 минут ойнайық та. Сағат 3-ке музейге жазып қойып едім. Қандай музей? Мен музейге барып көрмеппін, Ақыры музейге бармапсыңдар, бірге барайық. Ол жақ қызық па? Барған соң көресің. Кім барады, қолдарыңды көтеріңдерші? Мен. Бәріміз бар еткенбіз ғой? Онда Ерік, сенімен бірге барайықшы. Давай, кет. Болды, бірге барайық. Ол жақ тегін ба? Есік жауасыңыздар, балалар. Келіңіздер. Қараңыздар, бұл Дін Мұхаммед Ахметұлы Қонаев. Білеміз ба? Иә, білем. Ол қазақ па? Иә, білем. Ол кім сонда? Сіздерге бұлай айтайын. Димаш Құдайбергенді білесіздер ме? Мен білемін, мен концертіне барамын. Концертіне барғансыз ба? Енді қараңыздар, Димаш Құдайбергеннің есімін осы Дін Мұхаммед Ахметұлы Қонаев атамызға ұқсасын деп қойған екен балалар. Қазір Димаш Құдайберген бүкіл әлем танитын әнші. Дұрыс па? Енді қараңыздар, Дін Мұхаммед Қонаев атамыздың да қазаққа сіңірген еңбегі мол. Ол кісі қазақ полкының бірінші хатшысы. Бұл не? Ол қазіргі тілмен айтқанда мемлекет президенті ғой, республика президенті деген сияқты. Қараңыздар балалар, бұл кісінің елге сіңірген еңбегі өте мол. Қаламыздағы үлкен ғимараттарда, Шымкент және Алматы. Мен білем. Ол кісілер дендропарк пен жол парк салған жоқ па? Өте дұрыс айтасыз. Дендропарк пен зоопаркты Асанбай Асқаров пен Дін Мұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың ықпалымен салынған. Көркеюіне өте үлкен үлес қосқан екен. Енді былай қарай жүре берейік. Қараңыздар, бұл жерде Қонаев атамыздың ықпалымен салынған үлкен және кіші өнеркәсіптер, завод, фабрикалар. Бұл жерде шина зауыты, Шымкент мұнай өңдеу зауыты, яғни Кентаудағы экскаватор шығаратын зауыт, және Кентау трансформатор зауыты. Мен атам ежа ғой? Білесіз бе? Иә. Молодец. Енді қараңыз, бұл трансформатор зауыт әлі күнге жұмыс жасап тұр. Тек Қазақстанды ғана емес, алыс, жақын шетелдерге де трансформатор экспорттайды балалар. Түсініңіздер ғой? Бірде Димаш Ахметұлы өзіне Асанбай Асқаровты шақырып, былай деген екен: орыс жыласа Мәскеуге барады, олардың Мәскеу сияқты қорғаны бар. Ал қазақ жыласа кімге барады? Біз Асанбай
екеуміз қазақтың қорғаны Мәскеуі болуымыз керек, қазаққа еңбек етек деген екен. Балалар, ендеше әрмен қарай жүре беріңіздер, мен сіздерге Асанбай Асқаровты жақынырақ таныстырайын. Мә, Ерік, сен арқанда біраз нәрсе білді ғой, рахмет саған. Я, мен музейге бірінші рет келіп тұрмын. Музей маған өте қатты ұнады. Осы сендер біздің көшеміздің атына қойылған кісінің кім екенін білесіңдер ме? Мен тек көшеміздің аты Асанбай Асқаров екенін ғана білемін. Олай болса, сол Асанбай Асқаров атамыз бен Димаш атамыз дос болған. Олар біздің қаламыздағы дендропарк пен зоопаркты салдырған кісілер. Аталарымыз қаламыздың көркеюіне атсалысқан адамдар екен ғой. Олар біздің қаламыз ғана үшін емес, бүкіл қазақ елі үшін атсалысқан адамдар. Ерік, сен мұның бәрін қайдан білесің? Мен бұның бәрін кітаптардан оқығанмын. Онда давайте бәріміз кітапханаға барайық. Давайте барайық. Ерік, мен неға өткізем ба? Сымбат, мынаны қарасай. Кәні? Тыныш оқу болмайды. Ерік, қандай кітап алсам болады? Тыныш дейм. Біздің данышпан қарғалар келе жатыр ғой. Жігіттер, сендер бізбен бірге биік керуандар. О жақта өте керемет болды. Біз ештеңе білмейді екенбіз ғой. Бізден ұқсырай салмадыңдар ма? Өзімізді қайтып беретін оқу. Мынау жанды скакелерің. Оқымысты өздері кәмбеш. Қазбек, қойсайшы, өзін оқымаған екен, өзгеге мазақ қылма. Қой, қыздар, бізге үйге қайту керек. Жүр, көкақ, алға кітап бер оқиық. Ерік, тоқташ. Сенде 2 кітап екен ғой, біреу маған бере тұрш, оқып көрейін. Әрине, үйінде жақсылап оқы. Рахмет. Яна, мен кешір. Жаңағы бір телефонға ғана ұрысқаным бар. Және мына кітапта бауырлар туралы жазылыпты. Кел бірге оқиық. Нұрбек, сен де мен кешір. Ал менікі қызық ертегілер екен. Онда үйге барған соң, екеуміз де бір-бірімізді оқып көрейік. Ерік, қара, мен оққан кітаптың онлайн нұсқасы бар екен. Соны оқып отырмын. Ерік, ал мен болсам, мына кітапты полмен оқып біттім. Рахмет саған. Жарайсың, Нұрбек. Ал мен Димаш атамыздың өмірбаянын оқып отырмын. Ерік, бізге ән шырқап берсейші. Әрине шырқаймын. Қандай ән? Нәпсіңді тыйып құлыптап, тастаса Алла құлытпақ. Демекке биік рухыңмен халқыңды өттің ұлықтап. Жан едің асыл бек қылық, әр сөзің елге етті үміт. Балтырың қанап жүрсе де, жоғалтпай кеттің тектілік. Балтырың қанап жүрсе де, жоғалтпай кеттің тектілік.